Баршаңызға сәлем. Бүгін Корея елінің ең танымал көше тағамдарының бірі корындок дайындаймыз. Бұл тағамды дайындау барысында сізден небәрі 15 минут уақытыңызды алады. Бұл тағамның аналогы сосиски в тесте деп айтуға болады. Бірақ та корындоктардың дәмі өте ерекше және тіл үйреді. Бізге керек заттар: шұжық, сүт, нан үгіндісі, жұмыртқа, тұз, бұрыш қалауыңызша, шпажкалар және де ұн қажет болады. Алдымен шұжықтарымызды тең екі бөлікке бөліп аламыз. Негізі классикалық түрінде бір шұжықпен жасалатын корындоктар. Сіздерге қалай ыңғайлы болады, солай жасай беріңіздер. Тіпті бір шұжықты 4-5-ке бөліп, суық тамақ ретінде, закуска ретінде дастарханға, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Идеялар өте көп. Ал мен балаларға арнап осындай кішкентай корындоктар дайындадым. Пісірген шұжықтарымызды дәл видеодағыдай 70%-ға дейін шпажкаларымызды кіргіземіз. Толығымен кіргізуге болмайды. Енді сұйықтығымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға сүтімізді, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, қызыл бұрыш, қара бұрышымызды дәміне қарай салыңыздар. Ұнымызды салып, және де барлығын толығымен түйіршіктері кеткенше дейін дәл видеодағыдай консистенция болу үшін толығымен араластырамыз. Енді қызып тұрған күнбағыс майымызға дәл видеодағыдай кезек-кезегімен осылай пісіріп аламыз. Корындоктарымыз бір елкі пісу үшін осылай нан ұнтағына аунатып алғаннан кейін тез-тез видеодағыдай айландыра отырып пісіру қажет. Сол кезде бір елкі доп-домалақ болып піседі. Мен екі түрлі корындок дайындадым. Біреуі нанның ұнтағымен, екіншісі нанның ұнтағысыз. Сіз де екі түрін дайындап көріңіз. Бұл корындоктардың Корея мемлекетінде түрлері өте көп. Ірімшікпен де, тәтті тағамдармен де қосып жасалады. Ең танымал түрі ол шұжық, ірімшік және де картоп қосылған. Сіздер де солай әртүрлі эксперименттер жасап көріңіздер. Ал біздің отбасымызға осындай классикалық түрі ұнайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пісіру жолы өте оңай әрі тез, әркімнің де қолынан келеді. Корындоктарымызды осылай әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, тіл үйреді, әркімнің көңілінен шығады. Егер де менің рецептім сізге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!